Үйіне уақытылы кіре алмаған үлескерлер енді құрылысшылармен төбелеске шықты. Себебі құрылысты дұрыс жасамаған. Ал бітті деген үйдің сапасы сын көтермейді. Елисейские поля премьера тұрғын үй кешенінің үлескерлері 8 жылдан бері ақысын төлеп қойған баспанасының кілтін әлі күнге ала алмай келеді. Азаматтардың шағымын тілшіміз тыңдап қайтқан еді. Бұл 72 жастағы Назира Омарбекова. Ызаға булыққан зейнеткер баспанасының сапасыз құрылысын түсіруге қарсыласқан. Үйін салып жатқан құрылыс компаниясының өкілімен жұдырықтасуда. Қартана мына үйінің кілтін 2007 жылы қолына алу керек еді. Ол үшін 300 мың ақш долларында сол кезде төлеп қойған. Бұл үйді қожайыны күзден бері қабылдап алмай отыр. Себебі толық салынып бітпеген үйдің қабырғасына жарық түсіп, жауынды күндері астынан су шыққан. Ал бұл премьера тұрғын үй кешені. Өткен сенбідегі дауылдан кейін жаңадан салынған үйлердің шатыры ұшып, қабырғасы құлай бастаған. Бірнеше жыл күтіп, енді ғана баспанаға қолы жеткен үлескерлер енді бұл үйлерде тұрудың қаншалықты қауіпсіз екенін білмейді ал. Тіпті қазірдің өзінде көп қабатты үйлердің айналасы қоршаулы. Себебі қабырға құлап, осыған дейін бірнеше көліктің үстіне түскен. Құрылысының сапасын нашар деген тұрғындар тіпті ауыз суға да зармыз деп отыр. Нету горячей воды уже в прошлом году. Не, ну как на профилактике? В том году несколько месяцев не было. Жетісу жаңа құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшысы осыған дейін бірнеше рет ауысқан. Тіпті халықтың ақшасын жымқырды деп қамалғандар да бар. Ал мамырдың 14 күні жұмысына кірістім деген жаңа директор ашуға мінген үлескерлерге уәдені үйіп төкті. По мере ответственности бәр компанияға задачаларды указали, где какие штукатурка отвалилась. Сол бәр жұмыстарға уже компаниялар кірісіп жатыр. Ал осындай уәделерге сенуден қалған Назира Омарбекова сынды үлескерлер күтуден басқа амалымыз жоқ деп отыр. Себебі үй үшін төлеп қойған қыруар қаржысын қайтарып ала алмайтынына да сенімді. Гүлжанат Пірімбет, Сержан Жиренбаев, Қазақ Ньюс, Алматыдан.